страховкамен кәдімгідей алтын жуған алтын разведка болған жоқ, мына жерде добыча болған чисто. Добыча не было 4 отстойника. Прямой выпускали вот с хвоста, воду выпускали прямо в реку. Маған істегеннен кейін, право, смотрите. Осыны істегеннен кейін, какое доверие будет? Какое доверие? Как вы можете? Вы же могли сказать, ребята, у вас там целый шлейф нарушений, а как я буду вам выдавать разрешение? Это разные вещи. Вы же сейчас говорите про Маралиху, это же одни и те же люди. Вы же тоже понимаете, что здесь одна компания, то есть отдельное юридическое лицо, там другое юридическое лицо. Там же мы рассматриваем другой проект. От того, что орднарда устроены, люди те же остались. Компания помнит. Сегодня вот... Вы же грамотный человек, вы же понимаете, юридические лица, это разные. Мысал үшін, нені алайық, визол. Визол қаншама қопарды астын. Сен бардың ба визолға білетін? Бардым. Сонда ойлаш, визол оштрафовали за эти нарушения на 200 тысяч тенге. Это мы штрафовали. Для недропользователя 200 тысяч тенге, это 5 грамм золота. Ну понятно. Там же у них, вы знаете, до 2017 года закон разрешал работать в русле реки. Я согласен. Это вопрос уже по воду. Как работать? По водному кодексу. Ну, у них там все стояли. Ауылымыздың мына солтүстік батысында орналасып тұр бұлардың карьерлері, иә? Солтүстік батыстан соққан жел постоянно біздің ауылымызға келеді, тұрады. Ана жолы 2 күн краздар істеген кезде бүкіл ауылымыз кіржай алмай қалдық. Кразың ғана, қасыншаң емес, кразың чаңы сонша болды. Одан шыққан мысалы үшін радиатор тоқтан ауылға тұрғылады. Сразу өртболығына Я сол взвешенные вещества деген. ана, медиктерді келіп жүр. Онымен тоқтатпайды, әрине, ол кейінгі енді. Қазір экологияда қаралып жатыр ғой, сол жерде ескеріп соны нетуге болады. Оны бізде қалай қараңыз, мониторинг жүргізу керек қой бірінші. Жаңағы немен келіп, ол взвешенные вещества, жаңа айтып тұр ғой, ол пыль, это фракция взвешенных веществ. 12-5 біз мониторинг жасап, біреудің жаңағы несі, мониторинг жасай аламыз, оны халыққа, оның несі бар ма, жел направление, жаңағы желдің несі бойынша, ол жаңағы біздің департамент экологиямен совместный жұмыс болу керек қой. Ал енді мына жерді отозвать ету үшін біз сотқа береміз да, онан кейін барып пускай республиканский не бар ғой, Астанадағы не, пускай солар тексерсін, сот тексерсін. Мұнда заявление жазайық. Жазам деген бала сол бәрін көріп отыр. Прокурор мырзаға бір сұрақ бар ма? Мақсат, уақыт жоқ сіздерде қазір. Бізді апарамыз жерде апара берді. Мен бар ғой, мен сіздерге айтайын. Маған көрсеткенде білемін. Осыны біз инсервитет жауапқа тарттық. Біз оны инсервит еттік, содан жауапқа тартып, қазір рекультивация жасау жұмысын жасалған жатыр. Жоқ, сіз енді көрдіңіз ғой енді. Бұндай компания қалай енді серьезно? Бұндай компания деп енді оны мен қазір айтылып, оның жерде экология бәрі жоқ, пока просто давай елді халықты шұбатпасын, иә? Жаңағы айтып тұрғандарын айтамыз, суда испанскің ашық Ерек, көз-көзіңізді көп тұрсыз, иә? Бұлдар осының бәрі Даниял Ахметовке жету керек. Даниял Ахметовке жету керек. И дальнейшая судьба бұлардың уже на вашем уровне, на уровне Ахметова уже должны решаться уже. Уже конкретно, уже мына халықтың уже несін көріп отырсыздар уже. Уже надо принимать уже какие-то радикальные меры уже. В отношении этой компании уже халық уже... Қазіргі жағдайда осы жерде, осы компания қалай болса да мына бәрі жасап кеткен дүниесін орнына келтіру керек. Ал анау екінші жол. Бірінші мына жерде қалай оларды қазір біз қуып жібереміз, оларды істету керек қазір. Иә, бұлардың қазір сұрақтары өткен. Жаңа соттың шешімі шықты деді. Соттың шешімімен бұлар мына жерде рекультивация, дамбын алу керек болды. Олар орнын алмаған, орнына келтіру керек болды.